Қайырлы күн достар, біз бүгінгі видеода Pinduoduo сайтынан қалай заказ беруді және де Каспидің процентін кішкене болсын қалай азайтуды үйренетін боламыз. Қараңыздар, қазіргі кезде Pinduoduoдан заказ беретін болсаңыз, Каспи Голдпен төлеген жағдайда, Каспи Голд емес, кез келген банк картасымен тікелей төлейтін болсаңыз, сізден процент ұстайды. Соны қалай кішкене болсын азайтудың жолын үйренетін боламыз. Видеоны өткізбей қараңыздар. Мен өзім жаңағы избранныйға сақтап қойған товарлардың арасынан көрсетейін. Жай қысқа нұсқа сабақ болады. Міне мысалы сіз заказ бермес бұрын осылай өзіңізге қалған товарларды міндетті түрде избранныйға салып алуыңыз керек. Кез келген товардың ашасыз, ұнатқан товарыңызды осылай жүрек басып избранныйға сақтап қоясыз. Мысалы, мына жерде видеода байқасаңыздар, мен избранныйға қалай сақтауды көрсетіп жатырмын. Менде 2-3 товарды избранныйға салдым. Осылай өзіңізге ұнатқан товарды салып аласыз. Содан кейін өзіңіздің аккаунтыңызға барасыз. Осы жерде міне мына избранный картинкасында тұрады сол товарлар. Кіресіз. Енді осы жерден сауда жасайтын боламыз, яғни сатып алатын боламыз. Ол үшін жаңағы таңдап алған товарыңыздың жанындағы дөңгелекке басуыңыз қажет болады. Мысалы, мен қазір міне мына бір товардың несінде көрсетейін сіздерге. Примерно мына дөңгелекті басасыздар. Жаңағыдай таңдап алсаңыздар болады. Міне осы жерде қандай набор қажет, қандай түрін таңдайсыз, қандай түсін таңдайсыз. Осы жерде таңдап алсаңыз болады, немесе картинкаға салып жатқан кезде таңдауға болады. Міне мен осы түсінен, осы түрінен таңдадым. Қызыл батырманы басып, жаңағы сауда жасаған сияқты басамыз. Осылай тағы бір товар таңдап алайық. Түсініктілеу болушы. Мысалы, міне мына бір товарды аласыздар. Бұл жерден де өзіңіздің критерийіңізге байланысты таңдап аласыз. Товар таңдамас бұрын міндетті түрде аударма переводчикқа салып аударып алыңыздар. Бұл сіздерде бір Қазақстаннан алып жатқан товар емес. Егер товар дұрыс таңдамасаңыз, сосын өзіңізде жаңағыдай Қытай сайттары кішкене сапасыз келеді деген ой, или дұрыс келмейді деген ой болуы мүмкін. Мысалы, мына жерде жазылып тұр 20 см, 50 см, 40 см, штук жазылып тұр, 2 штук, 3 штук деп. Соның бәрін аударып, сосын барып заказ беріңіздер. Мен мысалы 50 см-ден 3 штуктен ол 21-8 юан болды. Екеуі менде міне берген ыдысымен жаңағы товарым екеуі 70-56 юан болады. Мені товардың ішіне кіріп, астына кіріп көрсеңіз болады. Сертификаты бар товардың. Бұл енді балаларға арналған товар болғандықтан сертификат қажет болады. Комментарий оқысаңыз болады, отзыв оқысаңыз болады. Міне заказ берген кісілер міндетті түрде отзыв салады. Тіпті байқасаңыз, көбісі Қазақстанның кісілер қазір заказ беріп жатқан. Енді міне пример ретінде менде 70-56 юань болды. Төлем батырмасын басамын, мына қызыл батырманы басамын, мысалы төлем жасау үшін. Астына қарасаңыздар, міне Каспи Голд картамен, WeChatпен төлеуге болады, Alipayмен төлеуге болады, немесе досымның көмегі арқылы төлеуге болады дегендер таңдасаңыз болады. Ары қарай сауда жасау үшін тағы да осы қызыл батырманы басасыздар. Міне енді қараңыздар, қазір картадан төлейтін болсаңыз 3% банктың жаңағы пайызы бар, ол 2 юань. Міне мен 2 товар заказ бердім, менде 2-де 11 юань деп тұр. 72-де 67 юань болды. Егер біз бір штуктап беретін болсақ товарды, онда каждый товарымызға бізде солай қосылады. Міне мен сіздерге қазір көрсетейін. 21-де 8 юань бір ғана штук товар. Осылай картамен төлейтін болсаңыз, міне көрдіңіздер ме, 3% банктың проценті 2 юань ұстайды. Менің 21-де 8 товарым 23-де 8 болып кетеді. Қазір ыдыстың примерінде көрсететін боламын. Міне мысалы, дәл сол жаңағы ыдысты көрсетемін. 48-де 76 юань. Осылай төлеуді басасыздар. Міне 2 юань процент, банктың проценті, сонда 50-де 76 юань болып кетеді. Каспидан төлейтін болсаңыз, кішкене болсын пайыз азайтуға арналған бір лайфхак осы. Яғни товарды 2-еулеп, 3-еулеп кемі, көп бәрін бірге бірден заказ беру керек. Мен мысалы мына жерде қазір басқа түрін таңдағым келіп жатыр. 20 сантиметрліктен 2 штук аламын. Ол 8-де 8 юань болады менде.
Содан соң ыдысым бар, екеуі 57-де, міне ыдысым 57-де 56 юань болады. Мынау менің карго адресім. Міне астында Каспий Голд, яғни жүрекше, бұл бізге карта, сол Каспий Голдпен төлеуді басам. Мына қызылды басасыздар. Міне көріп тұрғандарыңызда 2 товар үшін менде 2 юань алынып тұр. Қызыл батырманы басамын. Осы жерге картаңыздың артындағы 3 цифрды тересіз. Осылай міне Каспий Голдтарыңыздан шешілетін болады.